Сәлем баршаңызға. Кеңсе қызметкерлері үшін денсаулықты нығайтуға арналған 5 кеңеспен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Көпшілік үшін жұмыстың жеңіл көрінгенімен, кеңседе бір орында тапжылмай отырып жұмыс істеудің де денсаулыққа зияны аз емес. Оның ең жиі кездесетін зиянды әсерлері: омыртқа қисаяды, мойынның қан тамырлары білеуленеді, орталық жүйке жүйесінің түрлі ауруына келеді. Сондықтан кеңседе жұмыс істейтін жандарға бос уақытта жаттығу залына не бассейнге барып тұрақты түрде массаж алған пайдалы. Бір орында отырып жұмыс істеудің салдарын болдырмау үшін дене шынықтыру жаттығуларын жасау керек. Бірақ тым ауыр спорт түрлерімен айналысып, ағзаны шаршатуға болмайды. Дұрысы, кеңседе күнделікті жеңіл гимнастика жасап тұру. Мұндай көптеген жаттығу түрі бар. Кеңсе қызметкерлері үшін денсаулығын нығайтуға арналған келесі 5 кеңесті ұсынамын. Бірінші кеңес ол: 1 сағат сайын буындарды жазып, денедегі қан айналымын жақсарту үшін жұмыс орнынан тұрыңыз. Керіліп созылуға негізделген жеңіл жаттығулар жасап, ағзадағы сұйықтықты толтыру үшін су ішіңіз. Ал екінші, егер жұмыс көп болып жаттығу үшін арнайы уақыт бөлу мүмкін болмаса, жұмыс үстелінде отырып-ақ жаттығу жасауға болады. Ол үшін басты еңкейтіп, иықты айналдырып, аяқты сәл көтеріп бірнеше рет айналдырыңыз. Үшінші кеңесіміз: жұмыс үстелінде ыңғайсыз күйде ұзақ уақыт отырғаннан кешке қарай арқа ауырады. Оны болдырмас үшін жұмыста үзіліс кезінде қабырғаға арқаңызбен кеміне 2 минут сүйеніп тұрыңыз. Ал төртінші кеңесіміз: белдің ауруын жеңілдету үшін орындықты үстелден алысырақ жылжытып қойыңыз да отырған бойы аяқ созып, соған қарай тартылыңыз. Осы жаттығу кезінде бүкіл денені, әсіресе мойынды бос ұстауға тырысу қажет. Ал 5-ші кеңес: кеңседе ғана емес, басқа уақытта да көбірек қозғалыс жасауға тырысыңыз. Лифт орнына баспалдақпен көтеріліп түсіңіз. Көбірек жүру үшін көлікті кеңседен алысырақ қойыңыз, немесе автобустан аялдамаға жетпей бұрындырақ түсіп қалыңыз. Ал достар, менің денсаулықты нығайтуға арналған кеңестерім ұнап жатса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, әрине менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.